Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін мен сіздерге жыландар туралы айтып беремін. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бауырмен жорғалайтын түрі состы осы бір тіршілік иесі біз үшін қорқынышты болып көрінеді. Денелері мүйізді қабыршақпен қапталған. Тек кейбір түрлерінде ғана тері безі болады. Қозғалу ерекшелігіне қарай жыландардың омыртқа жотасы біркелкі 200-450 омыртқадан тұрады. Олар кесірткеден тараған. Ең үлкен жыланның ұзындығы 7 метрден асады. Ең кішісі 10 сантиметр ғана. Жыланның қабағы мөлдір болады және үнемі жабық тұрады. Жалпы жыландардың 3631 түрі белгілі екен. Тағы бір қызық, жыландарда қуық болмайды. Жыландарда танау бар, бірақ иіс сезбейді. Жыландар айыр түрінің көмегі арқылы иіс сезеді. Жыландарда құлақ болмағанымен, олар тербеліске өте сезімтал. Көру қабілеттері нашар дамыған. Жемдігін жыру арқылы сезеді. Көптеген жыландар жұмыртқа арқылы көбейеді. Тіпті кейбір түрлері тірі туады. Олардың ас қорыту жүйесі өте жақсы дамыған. Жыландардың бас сүйегі тіпті ерекше. Олар өлшемдігін бүтіндей жұта салады. Кейбір жылан түрлері өте улы. Олар адам өмірі үшін өте қауіпті. Сондықтан да сақтық шараларын жасап жүру керек. Мінекей достар, біз жыландар туралы біліп алдық. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.